Ырысбала Екірімбай интернет желісінде видео салмақ түгіл өзінің комментарийларын жауып тастаған. Себебі қазіргі уақытта көптеген блогерлер мен көптеген халық Ырысбаланы тексерсін. Ол қалай өзіне үлкен ғимарат үйлер алып алады, қалай өзінің қарындасына судай жаңа қымбат көлік алып береді. Оны тексеру керек дегеннен бері Ырысбаланың үні шықпай қалды. Кейбіргі мынау біздің блогер қыздарымыз Ырысбаланы Руслан Өтепбайдың бағдарламасына шақырып жатыр. Мен оның барлық өтірігін әшкерелеймін дейді. Сонда Ырысбала осы уақытқа дейін халықтың алдында басқаша біреулерге көмектесіп жүріп, ақшаның жартысын жеп жүрді ме екен? Өйткені көбісі қазір қайырымдылық қорлары, блогерлар тексеріп жатыр, комментарийлар толы Ырысбаланы тексеріңіздер. Ол халықты алдап жүр. Менде дәлел бар. Нақты дәлелдер көп деп жатыр. Көбісі эфирге кіріп осы әңгімені талқылап жатыр. Сонда Ырысбала шынымен де ақшаны миллиондап жеп жүрме басқалар сияқты. Ал біз қатты сенім жүрсек, Ырысбала халықтың қызы ғой деп. Бірақ та бәленбай миллионды көрген кезде өз-өзін ұстай алмай қалды ма екен. Жақын уақытта маған бір SMS келді. Сол SMS-те Ырысбаланың айқын скриншот дәлелдері бар. Алдағы уақытта егерде осы видеоға сіздер шығар десеңіздер, мен шығарайын. Барлық шындықты сіздерге айтып берейін халқым. Қалайсыздар ма соны? Қаржы мониторингі Ырысбала Екірімбайдың есігін қақты. Ұйқыдан тұрсам есікті біреу қағады. Маған сюрприз алып кепті байым туған күніне. Спорт және туризм министрлігінен хат келіпті. Істеп жатқан іс әрекетіңе түсініктеме деп. Қаржы мониторингін айтуы бойынша Ырысбала, сіз қайырымдылықпен айналысып жүрген кезде мынау толықтай ақшаларды чисто осы халыққа жұмсадыңыз ба, үйге жиһазға жұмсадыңыз ба, әлде өзіңіздің қалауыңызға да жұмсаған ақшалар бар ма? Сіз тексерістен өту керексіз деген қағаз жіберіп отыр. Осы уақытқа дейін мен қайырымдылық қорлары жайлы түсірген кезде халықтың көбісі Ырысбаланы тексеру керек, Ырысбаланы тексеріңдер деген комменттерді көп байқайтынмын. Енді міне, сіздерде көріп отырсыздар, Ырысбаланы да тексеріп отыр. Енді халқым, ол Құдай сақтасын, бірақ Ырысбаланы да бір былығы шығатын болса, ақшаны жымқырды деген сияқты. Онда шынымен де біз қайырымдылық қорларынан харахет қана қалады, қалғандардың барлығы жұмыс істемейтін болады. Солсын ертең қолда бар алтынның қадірі жоқ деп бүкіл қазақ жанашырларынан айырылып қалып жүрмейік, мен сіздерге айтайын. Өйткені қазір ай сайын немесе 2 айда бір рет кімге тегін үй алып беріп жатыр. Мынау негізінде не только Ырысбала, шынымен де әділ жұмыс істеп жүрген қайырымдылық қорлары, мысалы Человек Маски деген сияқтылар, олар осы халықтың ұйымшылдығын пайдаланып, соны қалай пайдалану керек екенін көрсетіп жатыр. Мысалы, біз негізі қазақ халқы ондай бір ұйымшыл емеспіз, шыны керек. Осындай блогерлердің арқасында біз толықтай ақшаны бірге жинап, шынымен де керек адамға үй алып беріп жатырық. Мысалы, сіз қазір үкіметке барып очередьқа тұрсаңыз, 10 жыл, 15 жылдан кейін балаңыз 18-ге толғанға дейін ғана үйді алуыңыз мүмкін. Мысал айтып отырмын. Ал қазіргі уақытта осындай қайырымдылық қорларының өкінішке орай барлығы емес, кейбіреулері көздері ақшаға тоймай жымқырғаны рас. Бірақ та барлығы ондай деген сөз емес. Өзіміздің халқына жан ашып жүрген адамдарды өзіміз суытып төбесіне көлеңке төндіріп тастап жүрмейік, ағайындар. Мені дұрыс түсініңіздер. Жұмыла кіріскен жүк жеңіл дейді. Тексергені дұрыс қой, дұрыс, ешкім қарсы емес, тексерсін. Өйткені біз де ақшамызды қайда беріп жатқанымызды білу керекпіз ғой. Бір жағынан да жаңағы мен айтқандағыдай байқа. Гүлім Албан деген кісіні танитын шығарсыздар. Бұл кісі Ырысбала маған үй алып берем деп, алдап кетті деп, бүкіл Қазақстанды қазіргі уақытта шулатып отыр. Енді бұл кісі маған да жазған болатын. Мен сізге қазір мына жерге скриншоттарды көрсететін болам. Ең біріншісі маған жазып жібергені, мен Ырысбаланы сотқа бердім деді. Сосын тұрдым да, сіз не үшін сотқа бердіңіз? Сізді алдап кетті ме десем, 17 сағатта 14 миллион теңге жинап, маған емес, басқа біреуге үйді алып берді дейді.
сол үшін мен сотқа арыз жаздым дейді. Мен соны тұрамда ол кісіге бір алаяқтықтың белгісі бар ма, маған бір нақты дәлелдер болса, бір Ырысбаламен сөйлескен чатыңыз болса десем, чат бар дейді. Бірақ та ол Ырысбала сотталсын, Ырысбала мен Самат алаяқ деген группалар бар WhatsApp'та дейді. Енді маған нақты дәлел берсеңізші дедім. Үндемейді. Хорошо дедім. Одан кейін тұрды да, негізі ондай емес сияқты ғой. Сіз айтып отқандай жағдай ондай емес сияқты ғой десем, ол сұрақты басқа біреуге қойыңыз деп мені блокқа тығып тастады. Енді осы Гүлімнің таныстары, осы әйелдің маған туысқандары көріп отырса, айта кетейін сіздерге, егер де оның ешқандай нақты дәлел жоқ болса, неге жала жауып отыр бір әйел адамға, 100 адамға баспана алып берген әйел адамға? Неге нақты дәлелсіз сіздер бүкіл халықты шулатасыздар? Мен оны түсінем, егер де Ырысбала осы уақытқа дейін, осы ісін бастағалы, қайырымдылық ісін бастағалы, ешкімге ұялып бермей, тек қана өзінің қалтасына ақша жинап жатса, мен түсінетінем. Бірақ та үйлерді алып беріп жатыр, жиһазды алып беріп жатыр, продукты да алып беріп жатыр. Өздеріңіз білесіздер. Екіншісі, ол ешкімге міндетті емес Ырысбала. Ол сонда базар жоқ 100 адамға үлгеріп, ар жағында тағы да бір 10 000 адамға үй керек. Сол үлгермей қалғандар Ырысбаланы жамандап жүрген шығар. Яғни Ырысбала өзі алып беріп үлгермей қалғандар. Және де Гүлім деген кісі мысалы өзіне біреу көмектесуді міндет қылбаған сияқты. Көкке топырақ шашпаймын, артық сөйлемеймін. Бірақ та мына бір посттың қарасаңыздар, бұл жерде мынандай маған продукты беретін адам бар ма? Ет, банан ішінде барлығы бар деген сияқты. Сол мынау қайырымдылық сұрап жүрген кісілер, естеріңізде болсын. Ешкім сіздерге міндетті емес бұл өмірде. Сіздің қазіргі жағдайыңыз, сіздің өткен өміріңіздің қателіктеріне байланысты. Қазіргі сізге көмектесіп үлгермеген немесе көмектесіп жатқан адамдарға байланысты емес. Сіз өзіңіз кінәлісіз осындай болашағыңыз үшін. Осыны ұмытпаңыздар. Ол бүйтіп жазып жіберген, міне қараңыздар. Ырысбала маған алып берем деді, басқа біреуге алып берді дейді. Базарда сол жиналған ақшаны қалтасына басып алған деп айтсаңыз, мен түсінетінем. Бірақ та сізге алып бермей, значит, басқа біреуге алып беріп отыр. Ол на самом деле по факту алып беріп отыр ғой. Значит, ол нуждающий адам. Сізден де нуждающий. Сондықтан да жала жаппай тұрып, ойланып істейік. Қазір Ырысбала Экримбай тексеріске түсті, оны тексеріп жатыр қаржы мониторингі. Бәлкім бір деласы шығатын шығар, бір былықтары болса, оны білмейміз. Ол басқа біреуден шығатын шығар, ол қазып табам десе біреу табады ғой. Бірақ та мынау қазанның бет ашылса, иттен ұят кетеді демекші. Сондықтан да қанағат деген нәрсені білейік, халқым. Жарайды ма? Қойыңыздар ондайды. Ырысбала Икрамбай қорының әрекеттері туралы мен Руслан Өтепбайға жазған болатынмын. Руслан Өтепбай мырза, сіз халықпен бірге халықтың мәселесін шешіп жүрсіз, және де әрқашанда ақ қарасын дәл айтасыз. Енді осы Ырысбала Икрамбайдың халықтың ақшасын қоры бола тұра Каспий Голдына заңсыз жинағаны туралы бағдарлама арнасаңыз. Және де өзіңізді білесіз, халықтан жиналған ақша туралы халыққа қор директоры жауап беру керек. Былай айтқанда, выписканы көрсетіп, отчетін көрсетіп отыру керек. Халық алдына шығып, осындай мәселелердің ақ қарасын айтып жүрген жалғыз бетке ұстар журналистіміз өзіңіз болғандықтан, мен өзіңізге осындай өтініш айтып отырмын. Осы мәселенің ақ қарасын зерделеп, тексеріп, мендегі жариялаған бар видеоны қарап, және де басқа да мәліметтер керек болса мен беруге дайынмын. Болмаса Ырысбала Икрамбаймен мені беттестіріп, жүздестіріп, өзіңіздің студияңызға шақырсаңыз. Әр сөзіме жауап беруге дайынмын. Енді Ырысбала Икрамбайдың бір ауызашарына бардым деп, әділдік жолынан тайып кетпейді деген үміттемін, Руслан мырза. Икрамбаева, Ырысбала, сіз доғаратын уақытыңыз болды. Каждый үйіндегі затқа жауап бересің сен. Сен ана естіп отырып, мына Қазақхромның бір байы қашып барады дейді ғой, бүгін Қазақстанды тонап, миллиардтаған ақшамен. Соның үйін сен сатып алып отыр дейді ғой.
жарнамаға шығара алмаған. Бәрін қазір сенің артыңда тексеріс жүріп жүр. Қазір сенің артыңда бүкіл информация, ақпарат жиналып жатыр. Баяғыдай Шымкентке вариант деген жоқ бұл жерде. Ешқандай брат, сырат деген. Түсінікті ма саған? Мен бүкіл Қазақстанды аяғына тік тұрсам қазір. Ешқандай Қазақстанды тонап, миллиардтаған ақшамен сен жап-жаспасы, сенде ондай байлық қайда, сен ана алаяқтық жолмен тауып отырсың. Латина билет ойнатқан дұрыс емес. Мына қатынды түрмеге тоқытпайынша мен қоймаймын. Әлеуметтік желіні ашып қалсаң, Ырысбала Экранбай жайлы неше түрлі версияда видеолар қаптап кетті. Ал Ырысбала Экранбай жайлы барлық шындықты мен 100% білемін. Оны осы видеоны аяғына дейін тыңдасаңыздар айтып беремін. Кеше түнде менің жекеме хат келді. Бір бауырымыз жерлес, кәсіп ашқан, бизнес ашқан, сол парақшасын жүргізу керек болады. Енді просмотр керек, подписчик керек, бизнесін жүргізу мақсатында сол маған хабарласып сұрайды. Нұреке, сіз Инстаграм жүргізесіз ғой. Осы бизнесім жүргізу үшін қалай осындай дамытсам болады дейді. Сосын мен оған айттым. Бірінші версиясы әлеуметтік желіде пранк түсіреді. Бірақ пранк дегенге мен қарсымын. Ол жаман айтпай жақсы жоқ, ол негізі қарсылық. Қате болуы мүмкін. Екінші вайн түсіреді. Оған мен қарсы емеспін. Оны бірақ вайнды күлдірте алатын өзінің өнері бар адам түсіреді, жарасады оларға. Үшінші, мен білетін, социальный ролик түсіруге болады. Біз енді социальный ролик түсіреміз, тек қана ол әр видео, мына блогерлерді айтпағанда, жаңа участвовать ететін адамдардың ақысын айтпағанда, жай социальный роликтің расходы 50 мыңнан ары қарай кете береді. 100, 150, 200 мың, 500 мың, бір видеоның несі расходы. Жаңа бастап атқан бизнес жасап атқан адамдарға ол ауыр болады. Енді қазіргі заманда осы дамып жатыр ғой әлеуметтік желі. Тағы да бір версиясы бар да. Ол жаңа Ырысбала Экранбай сияқты тағысын тағы ел үшін, жер үшін қызмет жасаған, өзінің кәдімгі адал еңбегін, маңдай терін төккен адамдарды жамандап контент түсіресің да. Вот қазіргі түсіріп отырған контент түсіріп жатқан адамдардың түп мақсаты өздерінің медийный личность дейді ғой, лицоларын танымалдылыққа апару. Өйткені сондай жаман видео салсаң бір адам жайлы, соның астына мыңдаған комментариялар еріп кетеді. Бәсе үй алып еді, машина алып еді ғой деп та. Сенің оған дейінгі еңбегің қайда? Сенің аудиторияң бар емес пе? Сенің жасап атқан бизнесің бар емес пе? Сенің продажың бар емес пе? Оны ойламайды. Көрдіңіздер ме? Қазір әйелдер деп бұрын ренжитін, қазір еркектер шалбар киіп алып сол жерде комментарий жазып отырады. Қыртып, былай айтқанда бар ғой. Қыртынбайлар ғой. Соны біз қазақ дамып жатыр, әлеммен бірге еріп жатыр. Әлем бірақ басқа зат жағынан дамып жатыр да. Мысалы, әлем басқа зат жағынан дамып жатыр. Біздер баяғы ата-бабамыздың қанында қалып қойған аяқтан шалу, өсек айту, тағысын тағына просто жаңа версия қылып дамытып алдық. Оған қазір қазақ десе, менің атам андай болған деп қазір мына видеоның астына жазып әңгіме айтпай қойыңдар. Ондай атасы бар адамдар әлеуметтік желіде біреудің астына қыртып отпайды. Ол текті қазақ, оның ұрпағы қаннан қанға поколение келе береді былай. Олар өздерімен өзі тірлеген істейді, ешкімге шаруасы жоқ, дамиды. Ал ана тексіздер бар ғой, аталары, әжелері бәлкім сондай болған, ортасы сондай болған, өздері сондай. Олар сондай жерде көт шығып отырады. Соны Абай атамыз бүйтіп айтып кетті. Арсыз болмай атақ жоқ дейді. Алдамшы болмай бақ қайта дейді. Міне көрдіңіз ба? Сол Абайдың заманында келе жатқан надандық просто 21 ғасырда көтерілді, ол түскен жоқ, көтерілді. Көрдіңіздер ме? Енді қазір контент түсіру үшін Ырысбала Экранбай жайлы бар шындық сол. Кез келген бір келет, тым несі жоқ адам интернетке кіргісі келеді, подписчик керек, алады да Ырысбала Экранбайды жамандайды. Өйткені неге? Ол өзінің Қазақстанда, мысалға мен үшін, мен Ақтөбенің адамын, ол тына Жетісай, Сарыағаштың адамын, былай қарасаң. Бірақ мен қазір оның алдында келген кезде жасым үлкен еркек басымен, сақалымен алдында мен еркекпін деп бүйтіп айта алмаймын. Өйткені ол
әйел басымен қатын басымен істеген затты біз сияқты 100 еркек 200 еркек жасаған жоқ. 1000 еркек дейсің. Жасап жатқан еркектер бар ғой, қазір тағы біреу шығуы мүмкін, өйтіп айтпа, еркектерді қатынның артында. Жоқ, жасап жатқан еркектер ондай ұсақ түйек затпен айналыспайды. Серьезный затпен айналысып жатқан жігіттер бар, жоқ емес, Құдайға шүкір. Бірақ мен сияқты деп жатырмын, мен өзімді алайыншы, мен сияқты еркектер оның істегенін істеп жатқан жоқ. Істей алмаймыз да. Істеп көрдік, 2 жыл болды не. Бір 3 үйді сала алмай жатыр қой, бейшара болып жатыр қой, былай айтқанда бейшара болып жатыр. 3 үйде сала алмай жатыр. А ол жалғыз өзі жүріп, 3 күнде бір үйде алып беріп тұрды ғой. 3 күнде бір үйде алып беріп тұрды. Сол үшін біз сол салада жүргеннен кейін, түсінгеннен кейін, білгеннен кейін, мен оның ішкі кухнясына кірмей-ақ мен оны білем да. Сондықтан осы контент үшін арсыздыққа барып жинаған подписчиктерің арсыздықпен тарқайды. Және қалай мал жинайсың, қалай абырой жинайсың, солай кейін қарай бәрі кетеді. Жизнь бумеранг дейді ғой. Сондықтан біреуге орғазба өзің түсесің дейді. Өзіңе орғаз біреу түседі дейді. Құрал сайманын сайлап, тірлігін істеп, елге пайдалы зат түсіріңдер, контент түсіріңдер, пожалуйста, не түсірсең ол түсіріңдер. Жақсылықтан жарысшы болайық.